Біз бұл бейнеде қойманы тарату туралы бұйрықты қалай құру керектігін қарастырамыз. Ол үшін қызметкерді есепке алу бөліміне өтіп, өндірістік есеп құжаттары плиткасынан қойманы жою туралы бұйрықтар қосымшасын ашамыз. Басты экранда барлық қолданыстағы бұйрықтар көрсетіледі. Жаңа бұйрық құру үшін жоғарғы оң жақ бұрыштағы қосу батырмасын басамыз. Форманы толтыруды бастаймыз. Бұйрық нөмірі мен құжаттың күнін енгіземіз. Одан кейін бұйрықтың күшіне ену күнін көрсетеміз. Толтыру аяқталған соң келесі батырмасын басамыз. Ал енді жойылатын қойманы қосу қажет. Ол үшін қосу батырмасын басамыз. Қойманы жоятын күнді енгіземіз. Одан кейін тізімнен ұйымды таңдаймыз. Содан соң тізімнен жоятын қойманы көрсетеміз. Кейін сақтау батырмасын басамыз. Қажет болған жағдайда осылайша қоймаларды жою бойынша бірнеше жазба қосуға болады. Толтыру аяқталғаннан кейін бұйрықты сақтаймыз. Сосын бекітеміз. Осылайша біз бұйрықты құрудан бастап оны бекітуге дейінгі толық процесті қарастырдық.